Баршаға сәлем достар, сіздермен Султан Фильмс. Бүгін сіздерге Ужастики 2, Беспокойный Хэллоуин фильміне шолу жасаймын. Достар, арнаны қолдап жатқандарыңызға сіздерге үлкен алғыс. Ал біз шолуды бастаймыз. И уж поверьте, вам лучше не знать, что бывает, когда меня раззадорят. Бұл қыздың есімі Сара Куин. Ол жазушы болуды қалайды, бірақтан бұл мамандыққа өзін лайықсыз санайды. Ол жай бір эссенің өзін әрең жазатын. Ол колледжге өтініш тастап, эссесін тапсыруы керек еді, бірақ оның інілері қайта-қайта кедергі келтіріп, жазуға мүмкіндік бермеді. Кейін үй сыртынан шыққан дыбыс қорқытады. Бұл Хэллоуин асқабағы екен. Қыз бұл монстрды көріп шошып кетті. Кейін белгілі болғандай, мұны істеген оның сыныптасы Тайлор атты жігіт екен. Ол Сараның бөлмесіне кіріп, онымен сөйлеспек болады. Бірақ ұнатқан қызымен сөйлесе алмады. Үйге Сараның анасы Кетти мен інісі Сони келді. Оның інісі Сони физиканы жақсы біледі. Осы жайлы да өзі бір жобамен айналысуда. Оның өнер табысы сымсыз электр жинауға мүмкіндік беретін. Дәл сондай электр мұнарасы оның қаласында бар. Куиндардың көршісі мистер Чу Хэллоуин мерекесінің жақындауына орай дайындалуда. Үй алдын әртүрлі қобыжық мүсіндермен толтырып тастады. Ал Кеттидің мереке тойлауға уақыты жоқ. Мереке қарсаңында ол жұмысында болуы қажет. Сондықтан үйде қызы мен ұлы және оның достары мерекені атап өтетін болды. Достарының аты Сэм. Оны әкесі таңертең Куиндарға әкеп тастады. Кетти болса балаларды ертіп супермаркетке барады. Сонда жүріп қызына сен таланттысың және эссені жазу қолынан келеді дейді. Супермаркет ішінде сатушы Уолтер мен Кетти сөйлеседі. Екеуінің де жоптары жоқ және бірін-бірі ұнататын. Қанша жерден сөйлескенде приколдары басқаларға өтпесе де екеуіне күлкіледі. Сони мен Сэм мектепте жүріп ұзақ балалармен тіресіп қалады. Томми атты бұл жігіт екеуін әбден мазақ етеді. Томми үшін екеуінің қоқысты өңдеп ақша табамыз дегені өте күлкілі. Дәлізде төбелес келе тұрғанда, бұларды апайлары ажыратып алады. Үй ішінде Сара мен Тайлор кездесті. Жігіт оған түнгі клубқа баруға ұсыныс жасады. Оның үстіне өзінде 2 билет бар болатын. Сара болса бара алмайды. Мереке күні 2 балаға қарап үйде отыруы тиіс. Сэмге болса қоқыс тазалау бойынша қоңырау түсті. Клиент екеуінің үй ішіндегі қоқысты тазалап беруін сұрайды, бірақ ақша төлемейді. Қызметтің өтемі ретінде үйден тапқан қызықты заттарды алуға рұқсат береді. Сэм мен Сони бұл ұсынысқа келісті. Оларға бұл қызық еді. Ал тапсырыс түскен үйге барса, бұл бір қорқынышты үй екен. Ал ішін қараса, өте ескі және қорқынышты. 2 бала болса, мына үйден біраз қызықты зат табамыз деп үміттенді. Сөреде тұрған мысықтың тірі мүсінін көрген екеуі шошып кетеді. Сэм мүсінді өзімен бірге алғысы келді. Алайда мысықтың астында батырма болып, сол арқылы құпия бөлмені ашады. 2 бала қуанып кетті. Бөлме ішінде қандай да бір қазына болады деп ойлайды. Дегенмен қазына емес, жай бір кітап екен. Құлыптаулы отырған кітапты кілтпен ашып еді. Ол да анау айтқандай ерекше емес екен. Кейін бұл жердегі қораптан ағаш ойыншық табады. Онымен бірге бір парақ сиқырлы сөзі бар. Парақтағы сөздерді оқыған соң ойыншыққа жан бітеме деп едік, еш өзгеріссіз. Сонда да ойыншықты өздерімен бірге алып кетті. Жолай екеуіне Томми тиісті. Бір кезде оның шалбары жыртылып, іш киімі көрініп масқара болды. Бұл істі ойыншық жасаған. Ол қозғалып кетпесе де тірілген екен. Слиппи ойыншық 2 балаға Томмидің достарынан қашуға көмектесті. Велосипедпен қуып келе жатқанда, шлангыны көтеріп жіберіп барлығын құлатады. Үйге келген соң балалар Сараға ойыншықпен болған оқиғаларын айтады. Қыз болса сене қоймады. Оның ойында клубқа бару тұр еді. Кейін үйге 2 баланы тастап, көлікпен клубқа кетеді. Ол инстада Тайлордың салған көңілді фотоларын көріп, онда қызық болады деп ойлады. Клубқа кірген Сара онда Тайлордың бір қызбен сүйісіп тұрғанын көреді. Қыздың көңілі түсіп, басы салбырап үйіне қайтады. Бұл уақытта үйде 2 дос мерекеге дайындалып жатыр. Сэм есік алдын асқабақпен толтырса, үй ішінде Сони өзінің жобасын пысықтап, ойыншықтарына айтып беріп жатыр. Осылардың ішінде Слиппи де бар еді. Кейін ол сөйлеп, Сониға өзін таныстыра бастады. Ол осы уақытқа дейін отбасы мүшесі болуды армандап келе жатыр. Ендігі ол отбасыда қалып, олармен бірге болу үшін сиқырмен көмек беруіне дайын екенін айтады. Сөзіне дәлел ретінде Сонидің үй тапсырмасы мен Сараның айтып кеткен шаруаларын сиқырмен жасап тастайды. 2 бала болса таң қалды. Кешке Сара келді. Слиппи оған өзін көрсетпеді. Түнде қайта тіріліп, Сонидің жобасын жасап тастады да Сараның сөмкесіне кіріп алды. Ертесіне Сара мектепке барғанда сөмкесінен Слиппиді тауып, оны сөреге қойып кетеді. Ал ол жерден шыққан ойыншық Сараның Тайлорге ренжігенін түсініп, жігітті жазалмақ болады. Тайлор мектеп ішіндегі сахна залында еді.
Зал ішінде безендірумен айналысып, сатыда тұрған Тайлерге ойыншық Слеппи келіп, оған Сараны ренжітуге болмайтынын айтады. Сосын сиқырмен сатыны құлатады. Жарақат алған Тайлер өзін тасып бара жатқан жедел жәрдемге тірі ойыншық жайлы айтады. Бірақтан төбеден құлаған жігіттің бұл сөздеріне ешкім сенбеді. Сыныпта өзінің өнер табысын таныстырғалы жатқан Сонидің жұмысы дұрыс болмады. Мұнараны қосқан кезде ол электр жинап жұмыс істегенде еді. Алайда ол электрді басқаларына атып, мектеп үшін атыс алаңына айналдыра жаздады. Әйтеуір Сони оны тоқтан ажыратып үлгерді. Сара болса ойыншықтан күдіктене бастады. Ол ендігі Слеппидің сиқырына сене бастайды. Кейін осы күдігі жайлы екі баладан сұрап еді. Олар ойыншық жайлы толық айтып берді. Слеппи осы уақыт ішінде Сараны кімге өкпелесе содан кек алып жазалап келді. Осы кезде Сараның есіне Кеттиге ренжігені есіне түсіп, анасына қарай үйге асығады. Ал мұнда келсе, диван үстінде анасы ойыншықты ұстап отыр екен. Ойыншық жансыз отыр. Сони болса оны қайта жансыз күйіне парақтағы сөздерді оқу арқылы айналдырғысы келді. Бірақтан оның бұл әрекетінен ештеңе шықпады. Сара Кеттиге ойыншықтың тірі екенін және сиқыр жасай алатындығы жайлы айтып берді. Бірақ Кетти ойыншықтың жаны бар дегенге сене қоймады. Балалар өздерінше жиналып, бұл ойыншықтан құтылу жайлы ойларын ортаға салды. Оларға осы кезде Слеппи келді. Ойыншық менен оңай құтыла алмайсыңдар деп айтады. Ал Сара бір амалын тапты. Қара күшке салып, Слеппиді бетамен ұру арқылы бөлшектеп тастауды шешеді. Алайда ойыншық оңай сына қоймады. Кейін олардың ойларына оны өртеп немесе чемоданға салып суға лақтыру келді. Екінші ойды іске асырып, өзенге барып оны чемоданмен лақтырды. Бірақ сонда да Слеппи судан шығып, керісінше балаларға шабуылдайды. Көлікпен кетіп бара жатқанда ішіне кіруге тырысты. Сара болса оны сыртқа лақтырып жіберді. Үйге асығып жеткенде, олар интернеттен ойыншық жайлы осыған ұқсас ақпараттар іздей бастайды. Кейін осындай оқиғаның басқа қалада болғанын біледі. Оған қоса тылсым тақырыптағы кітаптар авторымен танысады. Оның есімі Роберт Лоуренс Стейн еді. Айта кетсек, бұл адам шын өмірде бар. Ол балалар әдебиетімен айналысатын. Балалар автордың фан парақшасының нөмірін тапты және байланысуға тырысты. Оған Слеппи жайлы оқиғаларын айтып, келуін өтінді. Осыны оқыған соң жазушы бірден Сараларға жолға шығады. Ол өзінің құбыжық кейіпкері Слеппидің тірілгеннен қорықты. Ойыншықтың мақсаты Хеллоуинді нағыз құбыжықтармен өткізу еді. Жазушы осыдан қорықты. Супермаркетке келген Слеппи Хеллоуин маскалар мен құбыжық ойыншықтарға жан бітіреді. Ал кассада тұрған Уолтер шуды естіп қарағанда оған құбыжық маскасы келіп, ол да жаман кейіпкерге айналды. Құбыжықтар қала көшелерінде ойран салуда. Ал ойыншық Слеппи ендігі өзі шыққан кітапты және анасы санайтын Кеттиді қолға түсіруді қалайды. Сара мен балалар болса жазушы Роберттен қайран жоқ деп, өздері кітапты табуға кірісіп кетті. Өткен жолы Сэм мен Сони кітапты Томми бастаған бұзақыларға беріп қойған еді. Сондықтан асыққан күйі көшеде құбыжықтардан қашып жүрген Томмиді ұстап алып, кітаптарын талап етеді. Алайда Томми оларға кітапты бермек түгілі бір ауыз сөз айтып үлгермейді. Оны ұшатын мыстандар алып кетеді. Кітапты ендігі Томмидің үйінен табамыз деген оймен үйіне барады. Томми әжесімен тұратын. Үйінде тас болып ұйқыда жатқан әжесін есікті тоқылдату арқылы шақыру мүмкін емес еді. Сондықтан Сони мен Сэм үйге кіруді шешеді. Ойлағандарындай үй ішінен кітапты табады. Бірақтан қалада хаос орнатып жатқан Слеппи бұл кезде электр мұнарасына шығып, барлық құбыжықтарға жан бітіреді. Сондықтан Томмидің әжесінің мерекеге дайындаған мармеладтары бірін-біріне бірігіп екі балаға шабуылдайды. Өздерімен бірдей аюлармен шайқасып жатқанда, қолдарындағы кітап ашылып, ол құбыжықтарды өзіне жұта бастайды. Сони мен Сэм кітаптың қалай жұмыс жасайтынын білді. Үйден шыққан соң да Сараға құбыжықтардан және Слеппидан қалай құтылу керектігін көрсетеді. Сара бана түсіну үшін кітапты оқып көрді. Сөйтсе бұл кітапты Лоуренс жазбаған екен. Олар Слеппидің Кеттиге шабуылдайтынын түсініп, үйлеріне қарай асығады. Ал үйге келсе, мұнда нағыз аласарапан болып жатыр. Аула айналасы толған монстр. Үй өлшемімен бірдей өрмекшіде жүр. Ал Кетти қайда екен деп қараса, ол өрмекші торына байланып ағашта салбырап тұр. Сара болса кітапты ашып, құбыжықтарға қарсы қолдана бастады. Екі бала болса үй ішіне кіріп, аналарын босатуға жарайтын қандай да бір затты іздеп жүр. Бір кезде Сараның қолындағы кітапты елес алып кете жаздайды. Ал Кетти де жаңағы өрмекші алып Слеппиге беруге кетеді. Құбыжықтардың арасында қараусыз қалған балаларға көмекке көршілері Чу мырза келеді. Ол монстрша киінгендіктен оған құбыжықтар шабуылдамаған. Солай балаларды киіндіреді. Ал Сара кітаптың сыртын басқаша етіп өзгертеді. Балалар Слеппиді электр мұнарасының үстінен табамыз деп ойлайды және сонда танады.
Бұл уақытта қалаға Стейн жазушы келіп, өзінің жазған шығармаларын іске асып жатқанына өз көзімен сене алмай жүр. Ал балалардың киген костюмдері пайдасын беріп, олар құбыжықтардың бекетінен өтіп мұнарға кіреді. Онда барса аналар кет дейді. Слеппи өзі секілді ойыншыққа айналдырып тастаған. Енді не істейміз деп сасып қалған балалар екіге бөлінді. Сара Слеппимен шайқасса, балалар мұнараны істен шығаруға тиіс еді. Сони болса мұнараны істен шығаруға кірісті. Бірақтан ойлағаны бола қоймады. Оны істен шығара алмаған соң, қайта бұзайын деп, барлық қысымды қосып мұнараны бұзады. Жоғарыда Сара мен Слеппи тұр. Сара қолына жалған кітапты ұстап, Слеппиді алдайды. Ойыншық кітапты шын деп ойлап, оны алуға ұмтылғанда Сара оны электр тоғы шығып тұрған тұсқа лақтырып жіберді. Тоқтың салдарынан ойыншық аспанға ұшып кетті. Мұнараның қақ төбесінде тұрған Сара кітап арқылы барлық монстрды жойып, анасы мен Уолтерді қалыпқа келтірді. Кейін барлығы біткен соң, жазушы Стейн балаларға келеді. Бірақтан ендігі оларға көмек керек емес. Ал Уолтер мен Кетти бірін-бірі ұнатып кездесе бастайды. Томми болса қорыққаны соншалық Сониді құшақтап алады. Стейн кетерінде Сараға жазушылық ақылын айтады. Бұл ақылы көмек беріп, Сара эссені жазып колледжге түседі. Айтпақшы, кітапты Стейн жазушыға берген болатын. Ол бұл кітапты бала күнінде жазып тығып қойған екен. Кейін осы кітапты алып үйіне келгенде, оны Слеппи күтіп алып сиқырмен кітапқа кіргізіп тастайды. Осымен киноның соңы. Достар, арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.